Қайырлы күн баршаңызға. Мамықтай жұмсақ болып шығатын тәтті тоқаш булочки дайындаймыз. Менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар, себебі алдағы уақытта көптеген рецепттер салатын боламын. Ең алдымен апарасын дайындаймыз. Ол үшін жылы су, құрғақ ашытқы және қантты салып, араластырып, бетін жауып 5-10 минутқа көтерілгенше күтеміз. Бөлек ыдысқа 2 жұмыртқа, тұз, қантты салып араластырамыз. Жылы су, жылы сүт, сұйық майды қосып, тағы да араластырамыз. Және жаңағы ашытқымызды қосып, араластырып, оны да аз-аздан сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Жылы жерге бетін жауып 40 минутқа қоямыз. Көтерілгеннен кейін 70-80 граммға бөліп, булочкидің формасын дайындаймыз. Қалаған формаңызды жасасаңыз болады. Булочкилеріміздің бетін жауып, тағы да 40 минутқа қойып, көтерілгенін күтеміз. Булочкидің бетіне жұмыртқаның сарысы мен кішкене сүтті қосып жіберіп, бетіне жағып шығамыз. Мен бетіне осылай мак сеуіп жердім. Қызып тұрған пеште 160-180 градуста 25-30 минуттай пісіреміз. Булочкиіміз дайын болды. Үлпілдек, өте жұмсақ, мамықтай болып шығады. Барлығыңызға ас болсын. Сіздермен Айжан.